Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Қарағанды қаласындағы нөмір 6 жалпы білім беретін мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Байзакова Жанар Тілеуқабыловнамын. Менің бағдарламамның тақырыбының аты қызықты математика 1 сыныпқа арналған. Қызықты математика 1 сыныптар бойынша математика пәнінен таңдаулы курстың бағдарламасы болып табылады. Бағдарлама 11 бөлімнен 33 сағатқа, аптасына 1 сағатқа арналып жасалған. Әр бөлім бір-бірімен байланыста оқу, салыстыру, қолдануды қамтыған. Енді бағдарламаның мазмұны бойынша таныстырып өтетін болсам, 1 бөлім заттар 4 сағаттан тұрады. 2 бөлімнің тақырыбы сандар 5 сағат. 3 бөлім өрнек 2 сағат. 4 бөлім геометриялық фигуралар 2 сағат. 5 бөлім өлшем бірліктері 3 сағат. Әрі қарай 6 бөлім математикалық жұмбақтар, санамақтар, жаңылтпаштар 3 сағаттан тұрады. 7 бөлім кестелік қосу және азайту 1 сағат. 8 бөлім есептер шығару 3 сағат. 9 бөлім олимпиада, сайыс есептер 4 сағат. 10 бөлім математикалық қызықты есептер 5 сағат. 11 бөлім бақылау жұмысы 1 сағат. Мемлекеттік стандарттағы білімнің міндеті деңгейінен мүмкін деңгейіне жеткізетін білім сапасы болып табылады. Арнайы курс оқушылардың алған білімдері мен дағдыларын негізге ала отырып ұйымдастырылады. 1 сынып оқушылар үшін математикаға деген қызығушылық пен сенімділік қалыптастыру олардың болашақ білім жолындағы маңызды қадам. Бұл бағдарлама оқушылардың жас ерекшеліктерін ескере отырып, математиканың негізгі ұғымдарын ойын түрінде оңай меңгеруге көмектеседі. Оқу процесінде сандық ойындар, логикалық тапсырмалар, пазлдар мен шығармашылық есептер арқылы қызықты әрі танымдық сипатқа ие болады. Мен даусым сіздерге естіліп тұр ма? Заманауи білім беру жүйесінде оқушылардың танымдық белсенділігін арттыру басты міндеттердің бірі болып табылады. Осы бағдарлама арқылы оқушылардың математикаға деген сүйіспеншілігін қалыптастырып, оларды болашақта күрделі тапсырмаларды шешуге дайындау жүзеге асырылады. Қазіргі білім беру жүйесінде оқушылардың логикалық ойлауын, шығармашылық қабілетін және танымдық белсенділігін дамыту басты мақсаттардың бірі. 1 сынып оқушыларына математика пәнін қызықты әрі қолжетімді түрде ұсыну олардың пәнге деген қызығушылығын арттырып, болашақта табысты білім алуына берік негіз қалайды. Енді мақсатына тоқтала кететін болсам, мақсаты 1 сынып оқушыларының математикаға деген қызығушылығын арттыру, логикалық ойлау, зейін қою және шығармашылық қабілеттерін дамыту, математиканың негізгі ұғымдарын түсіндіру және қолдануға үйрету. Келесі осы бағдарламаның міндеттеріне тоқтала кетсем, міндеттері оқушыларды қызықты математиканы оқуға қызықтыра отырып, логикалық тапсырмалар арқылы танымдық қабілеттерін дамыту, қарапайым және күрделі есептерді шешу дағдыларын қалыптастыру және топтық, жеке жұмыс арқылы ынтымақтастықты дамыту. Одан кейін дамытушылығы логикалық ойлау және шығармашылық қабілеттерін дамыту. Келесі күтілетін нәтижеден біз нені күтеміз? Оқушылар математиканың негізгі ұғымдарын түсінеді, логикалық ойлау қабілеттері дамиды, шығармашылық тапсырмаларды орындау шеберлігі қалыптасады, топпен жұмыс жасаудағы дағдылары жақсарады. Келесі сапа динамикасының көрсеткіші бойынша кішкене таныстырып, сол бойынша айта кетейін. Қарап отырсаңыздар, логикалық қабілеттерінің дамуы бойынша жүргізілген сапа динамикасының көрсеткіші бойынша жүргізілген талдау нәтижесінде оқушылардың білім сапасы өсті.
оқушылардың логикалық ойлау қабілеттерінің даму сапасы оң динамика көрсетті. Қазан айында білім сапасы 45% болса, сәуір айында бұл көрсеткіш 52%-ға өсті. Сапа өсімі 7% құрап, оқушылардың логикалық ойлау, талдау, салыстыру дағдыларының біртіндеп қалыптасып келе жатқанын дәлелдейді. Бұл нәтиже бойынша жүргізілген жүйелі жұмыс пен сабақта қолданылған дамытушы тапсырмалардың тиімділігін көрсетеді. Келесі шапшаң есептеу сапа динамикасына қысқаша айта кететін болсам, оқушылардың шапшаң есептеу даму динамикасы қазан айында 33% болса, сәуір айында 48%-ға өсті. Сапа өсімі 15% жоғарылап, бұл оқушылардың ауызша есептеу, есте сақтау, математикалық ойлау және амалдарды жылдам орындауға арналған тапсырмаларды жүйелі қолданудың нәтижесі болып табылады. Келесі үшінші шығармашылық тапсырмаларды орындау сапа динамикасының көрсеткіші бойынша айта кететін болсам, оқушылардың шығармашылық тапсырмаларды орындау көрсеткіші қазан айында 56% болса, сәуір айында 63%-ға жетіп, 7%-ға көтерілді, өсті. Шығармашылық тапсырмаларды жүйелі түрде қолдану оқушылардың математикалық қиялын, белсенділігін және танымдық қызығушылығын арттыруға оң әсер етті. Енді қысқаша қорытындылай кететін болсам, оқушылардың пәнге деген қызығушылығы артқанын, тапсырмаларды орындау дағдысы мен логикалық ойлау деңгейі дамығанын көрсетеді. Соның ішінде танымдық белсенділігі, логикалық ойлануы, зейіні, шығармашылық қабілеттері оқушылардың артты. Келесі оқушылардың жетістіктеріне, осы бағдарлама арқылы бізде мынандай оқушылар жетістікке жетті. Аталған факультативті курс бойынша өтілген сыныптағы оқушылардың мынадай жетістіктері бар. 2021-2022 оқу жылы бойынша Астана қаласының әдістемелік сайты онлайн ұйымдастырған бойынша жас математика олимпиадасының жеңімпазы атанып, үздік нәтижеге 14 оқушы бірінші, екінші дәрежелі дипломмен марапатталды. Одан кейін зерделі атты республикалық интеллектуалды математика пәні бойынша бірінші дәрежелі диплом 8 оқушы, екінші дәрежелі диплом 2 оқушы марапатталды. 2022-2023 жыл бойынша Дарын республикалық ғылыми практикалық кеңгіру математика интеллектуалдық ойын конкурсының жеңімпазы бойынша екінші дәрежелі диплом 3 оқушы, үшінші дәрежелі диплом 3 оқушы марапатталды. Республикалық самұрық математикалық зияткерлік олимпиадасына қатысқан екінші орын дипломмен 3 оқушы, үшінші орын дипломмен 7 оқушы марапатталды. Сонымен қатар халықаралық пони әлемді ашады байқауының екінші дәрежелі дипломмен 6 оқушы, үшінші дәрежелі дипломмен 1 оқушы марапатталды. Әр жыл бойынша енді қысқаша осылай тоқталсам, оқушылардың әр жыл бойынша осындай көрсеткіштері бар. Мында қысқаша ғана айта кететін болсам, осы 2025 жылы Қазақстан Республикасының оқу-ағарту министрлігінің Дарын республикалық ғылыми практикалық орталығын ұйымдастыруымен Ақбота зияткерлік олимпиадасында екінші дәрежелі диплом 2 оқушы, үшінші дәрежелі диплом 3 оқушы марапатталды. Сонымен қатар сәуір айында математика пәнінен өткен зерделі ұрпақ марафон челленджінде көрсеткен ерекше жетістігі үшін екінші орын дипломмен 5 оқушы марапатталды, үшінші орын дипломмен 2 оқушы марапатталды.
Так. Міне мынау біздің оқушылармен әртүрлі ұйымдастырып, әртүрлі осы бағдарлама бойынша жұмыс жасаған суреттеріміз, сыныпта өткен тапсырмаларды орындаған оқушылардың қысқаша алған осы бағдарлама бойынша жұмыстары, яғни бірінші сыныпқа арналған математика бағдарламасы мемлекеттік оқу стандартына сәйкес әзірленген, ол әдістемелік нұсқаулықтармен және оқулықтармен үйлесімді. Сондықтан оқыту процесі нақты мақсаттарға бағытталады. Бағдарламада көрсетілген есептер мен тапсырмалар педагогика мен психология ғылымының ұстанымдарына сүйенеді. Мысалы, баланың зейінін сақтау үшін тапсырманың ауырлығын реттеу, бір сабақта 3-5 негізгі тапсырмадан артық бермеу, ойын элементтерін енгізу ұсынылады. Сонымен бірге бұл бағдарлама аясында балалардың жас ерекшеліктеріне сай практикалық жұмыстар, тәжірибелік есептер ұсынылып, олардың қоршаған ортаны тануына түрткі болу көзделген. Мұғалім сабақты тек түсіндірумен шектелмей, оқушыларды белсенді әрекетке тарту арқылы жетістікке жете алады. Егер сабақта әрбір оқушыға жеке назар аударып, оның қателіктерін түзетуге көмектессе, сол оқушының өзіне деген сенімділігі артып, математика сүйіспеншілігі ұлғая түспек. Қызықты математика бағдарламасы бірінші сынып оқушыларының математика пәніне деген қызығушылығын арттыруға, логикалық ойлауын дамытуға және шығармашылық қабілеттерін оятуға бағытталған. Бұл бағдарламада оқушылардың жас ерекшеліктеріне сай түрлі, бағана айтып кеткендей, қызықты тапсырмалар, ойын элементтері мен өмірлік жағдаяттар арқылы математикамен танысу қарастырылған. Бағдарлама мазмұны балалардың математикалық сауаттылығын қалыптастырып қана қоймай, сонымен қатар олардың ынтасын оятып, өз бетімен ойлануға, шешім қабылдауға үйретеді. Қолданылған әдіс тәсілдер мен белсенді оқыту формалары оқушылардың білімге деген қызығушылығын арттырып, оқу процесін жандандырады. Жалпы алғанда бұл бағдарламада бастауыш сынып оқушыларының математикалық ойлау қабілеттерін ерте жастан дамытуға, білімге деген сүйіспеншілігін қалыптастыруға зор үлес қосады деп сенемін. Енді мақсат пен міндеттерді қорытындылай келе, қызықты математика бағдарламасы бірінші сынып оқушыларының математика пәніне деген қызығушылығын арттырып, олардың логикалық ойлауын, зейінін және шығармашылық қабілеттерін дамытуға бағытталған. Бағдарлама оқушылардың танымдық белсенділігін арттыруға, математикалық ұғымдарды түсініп, оларды өмірлік жағдаяттарда қолдануға үйретуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар түрлі логикалық шығармашылық тапсырмалар арқылы оқушылардың есеп шығару дағдылары мен ойлау мәдениеті қалыптастырады. Осы бағдарламада мұғалімге арналған әдебиеттер тізімі тоқтала кететін болсам, мұнда оқу ағарту министрінің бастауыш негізгі орта және жалпы орта білім беретін деңгейлерін, жалпы білім беретін пәндері мен таңдау курстары бойынша үлгілік бағдарламаларын бекіту туралы содан нөмір 399 бұйрық бойынша Қараевтың қызықты математика бірінші сыныпқа арналған авторлық бағдарламасы бойынша оқушыға қолданылған әдебиеттердің осында маған өзіме ұнап айтатын болсам, тізімінен Есқалиева қызықты математика бірінші сыныпқа арналған жұмыс дәптерінен, Жұмағұлованың логикалық есептер мен тапсырмаларынан, Құлмағанбетованың ойын арқылы математиканы меңгеру тапсырмалары, және де осы бағдарламаның ішінде балаларға қазіргі жаңаша ойындар арқылы
қызықтыратын сілтемелері бар. Тағы қысқаша айта кетсем міне осы. Назар қойып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Кімнің қандай сұрақтары бар? Сұрақтарыңыз болса, қоюға болады. Әріптестер, сұрақтарыңыз бар ма? Сіздерге де уақыттарыңызды бөліп қатысқандарыңызға үлкен рахмет. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Қысқаша бағдарламам осылай. Осы бағдарламаның ішінде ойын элементтері, логикалық есептер, суретті тапсырмалар мен шапшаң есептер балалардың осы пәнге деген қызығушылығын арттырады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Сау болыңыздар.